Жылқы тұрып ұйықтайды. Тұрып демалады, иә достар. Жылқының ерекше қасиеті бар екенін біліп пе едіңіз? Дәл осындай. Сонымен қоса жылқы өзінің айналасында 360 градуста барлығын көре алады. Не болып жатыр, кім келе жатыр, қауіпті ма, қауіпсіз ба, барлығын түгел бақылап тұрады. Сосын жылқының тағы да бір қасиеті бар. Тұрған кезде құлақтары жан-жаққа қарай жымыңдап тұрады. Былай деген сияқты. Жылқының құлағы солға қараса, демек ол сол жақ көзімен мына жақтың бәрін түгел қамтып тұр деген сөз. Ал егерде оңға қараса, оңға қарай қарап отыр деген сөз. Яғни жылқы төңірегін барлығын түгел бақылап тұрады. Қазақ сол үшін де жылқыны қасиетті мал, қасиетті жануар деп айтады. Жылқы білесіз бе, адасып кетсеңіз, жүкен жібере салсаңыз, үйге сізді өзі алып келетін. Мінекей, сол үшін қазақ ер қанаты жылқы деген. Ал сіз жылқының тағы да қандай ерекше қасиеттерін білесіз? Комментарийге міндетті түрде өзіңіздің ойыңызды, білетініңізді жазып кетіңіз. Әрқайсыларыңыздың пікірлеріңіз маңызды. Сөйлеген Қараторғай Далакент парақшасы сіздер үшін.